Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен жұмсақ дәмді палауның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ет, пияз, сәбіз, күріш және май қажет болады. Алдымен қызып тұрған майға етімізді жақсылап қуырып аламыз. Содан соң пиязымызды қызарғанша қуырамыз. Содан соң оған қаласақ болгар бұрышын қосуға болады. Болгар бұрышын және сәбізді қосып қуырамыз. Сәбізіміз жұмсарғанша қуырамыз. Содан соң су құямыз. Егер де сіз 1 литрлік банкымен 1 банка күріш басатын болсаңыз, оған 800 грамм немесе 1 литр су құюға болады. Суымыз қайнаған соң оған дәмдеуіштен және тұзды саламыз, және де тағы да 10-15 минутқа баяу отта қайнатамыз. Содан соң жуылған күрішімізді саламыз. Егер де сіз палау істеуді жаңадан үйреніп жүрген болсаңыз, лазер күріші езілмей жақсы піседі. Соны қосып пайдалансаңыз болады. Күріш салғаннан кейін баяу отта суымыз тартылғанша қайнатамыз. Суымыз тартылған соң оны беті жабық ыдыспен жақсылап жауып бұқтырып қоямыз. 20-25 минутта біздің тамағымыз дайын болады. Сіз де жасап көріңіз, ас болсын.